Қайырлы күн, сіздермен өзім қолданып жүрген сайтпен ой бөліскім келіп отыр. Осылай Казмасты Google-ға жазсаңыздар, осы біріншісін бас таңдайсыздар. Біріншісін бас таңдағаннан соң, міне осындай болып ашылады. Бұл жерде барлық нәрсе бар. Таңдап, ашып көру, немесе қолдануды басып жасай берсеңіздер болады. Мысалы үшін мен өзім ең көп қолданатыным мынау, яғни анаграмма сияқты жаңағы нені сөздерді биллборд қолдана береміз. Мысалы үшін қолдануды бассақ, және оқу үшін таңдауды да өте жиі пайдаланамын десем болады. Міне, мынау жаңа биллборд, осы жерден жазылған сөз, астына өзіңіз сөз жазасыз. Мысалы үшін алгебра сабағы болса, бөлшек, бүгінгі тақырып қандай сабақ өттіңіз, яғни сізде қандай тірек сөздер бар? Бөлшек, ондық, жай. Қазір 5-ші класстың өтіп жатқан программасын айта берейін. Бөлшек сызығы, сосын тағы да сөз жазуға болады. Қосу, көбейту деген сияқты, яғни өзіңіздің тірек сөздеріңізді құрастыруды басасыз. Міне, егер сіз өзіңіз мына жерден алдын ала біліп тұрғаныңызды қаласаңыз, онда бөлшек осылай қарауыңызға болады. Мына жерде шешімін көрсету деген жерде мына қарамен бөлінген жазылған сөздер, міне бөлшек, қосу, ондық, жай, бөлшек сызығы деген сияқты. Бұны басып алып, баспаға басуды шығарып, принтерден шығарып, оқушылардың алдына тастасаңыз да болады, немесе экранға шығарып қойып, оқушыларға таңдатсаңыз да болады. Мына сөзді мүлдем өшіріп тастап жіберсеңіз де экраннан көрінбей тұрады. Бұл сабақты қорытындылағанда бүгін қандай жаңа сөздермен таныстық деген кезде қолдануға өте тиімді әдістің бірі. Мына жерде оқушыларды таңдау деген мынаны басып көрдім. Бұл жерде оқушылар тізімін жазуыңызға болады. Мына жерде өзі интернеттегі өшіріп тастап, өзіңіз қалаған есімдерді жазсаңыз болады. Мысалы үшін Айлин, Айнұр, Сағыныш сияқты есімдерді өзіңіз жазып, сосын бұны сақтаймыз. Жоғарыда міне сақтау тұр, немесе сразу таңдауды бассаңыз болады, немесе сақтап қойып, енді таңдауды бассаңыз болады. Мысалы, Сұлтанбек тізімнен алып тастау, яғни екінші рет уже қайталанбайды, тағы да таңдау. Айлин, бұны да тізімнен алып тастаймыз. Немесе бұл жерде тек қана оқушы жазбаймын, негізінде сұрақтарды да жазып отыратын болам. Мысалы үшін, жай бөлшек дегеніміз не? Немесе теңдеу деген не? Деген сұрақ қоям. Қорытындылау, немесе бастапқы бөлімге де жақсы кетеді, немесе номер есепті шығарып жазып қойып таңдатсаңыздар да болады. Таңдау. Міне, ондық бөлшек деген не? Бірінші топқа сұрақ кетті делік. Тізімнен алып тастайын, бұл сұрақ қайталанбайды. Енді қайтадан теңдеу деген не? Бұны да алып тастайын. Міне, дәл осылай жоқ сұрақтар шыға береді. Жоқ, бітіп қалды сұрақ, сол себепті ештеңе шықпады. Дәл сол секілді мынаның барлығын қолданып көрсеңіздер болады. Онлайн сағат, мысалы үшін қазіргі дәл мен түсіріп отырған уақыт жасауға болады. Немесе астындағысын басып, осындай түрде жасап алсаңыз да болады. Бұл БЖБ немесе ТЖБ қолданған кезде экранда көрініп тұрған жақсы. Мына топқа бөлуге жылдам топқа бөлуге болады. Жалпы мысалы үшін оқушыларды енгізесіз. Асқар, энтерді басу арқылы, міне астында оқушылар көрініп отыр. Асқар, мысалы Айтуған, мысалы үшін Айару,
Алихан сияқты есімдер болсын, міне. Енді неше топқа бөліңіз келеді? Мысалы үшін 2 топқа бөліңіз келе ма, 3 топқа бөліңіз келе ма? Жазасыз, мына көбейтіп, немесе азайтып отырасыз. И топқа бөліп жібересіз. Міне, оқушылардың тізімі шықты. Бірінші топ Айтуған мен Аяру болады, екінші топ Асқар мен Алихан болады деген сияқты, осылай жасай берсеңіздер болады. Дәл сол секілді, мына жерде өте көп, мысалы үшін сөз жұмбақ қарасаңыздар болады. Мына жерде сұрақ енгізесіз, и сұрағыңызды енгізіп болғаннан кейін сөйлеммен жасырылған сөз, символ болмау керек. Мысалы сөзбен кроссворд жасап жіберсеңіз болады. И кроссворд құрастыруды басқан кезде сізде мына жерде шығады. Соны оқушыларға жаңағы жасатсаңыз болады. Өте көп нәрсе, пайдалы ақпараттар бар ішінде. Тарси әдісінде мысалы біз көп қолданамыз, есепті шығартқанда жақсы мыналар толтыру арқылы сіз сұрағын, жауабын толтыру арқылы жаңағы нені жасауға болады. Тарсияны құрастырып алсаңыз болады, тез құрастыруға болады. Әртүрлі көп программалар бар ішінде, қолданып көріңіздер.